Менің арнама қош келдіңіздер. Маған қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай тез жасалынатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Өзім үнемі жасаймын. Қонақ келер кезде кешкі асқа жасай салсаңыз тез дайын болады. Бір қиярды алып жуып, осылай жіңішке бөліктерге бөлеміз. Және сондай-ақ краб таяқшаларын да сәл қисықтау қылып кесеміз осылай. Көріп тұрғандарыңыздай қылып кесіп, екеуін араластырамыз. Және бұл салат дейтін қолжетімді құрамы, әрі тез жасалынады, көп уақыт алмайды. 2 қасық, ас қасық қаймақты салдым, және 1 ас қасық майонез салдым мен, және кішкене тұз жіберіп, турап қойған укропымды салдым үстіне. Қазір осыны жақсылап тұрып араластырамын әуелі өзін. Соус дайындап аламын осындай. Енді бұл дайын болған соусымды қазір мен салаттың үстіне құямын. Енді бұл салатқа дәм беретін осындай сухарики. Сіз нағыз дастарханға қояр кезде ғана сухарикиді салып, осылай араластыра қойсаңыз, керемет, өте дәмді салат шығады. Мен жаңағы бір пачка сухарикидің тек жартысын ғана салдым. Сіз өз қалауыңызша түгел салсаңыздар да болады. Міне осылай араластырдым. Салат өте дәмді, өте жақсы шығады. Жасап көріңіздер. Әрі уақыттарыңыз көп алмайды, тез дайын болатын салат осындай. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.